Армысыздар қадірменді бүгінгі біздің Zoom платформасындағы лекциямызға қатысушылар. Баршаларыңызды Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы қош келдіңіздер деп қарсы алады. Бүгін біз Семей қаласы, яғни кешегі Алашорда біздің Алаштың арыстарының табаны тиіп, сол табанның мөрі қалған Алаш партиясының көсемдері біздің ұлтымыздың ұлы ұландарының өткен өмірі, тағылымды тарихын білу бізге міндет. Сондықтан біз бүгін Әлімхан Ермековтің қоғамдық саяси және ағартушылық қызметі жайлы бейне лекциясын баршаларыңызды қарсы аламыз. Лекцияны өткізуші академик, тарих ғылымдарының кандидаты, Евразия гуманитарлық институты тарих факультетінің доценті Өскенбаев Қанат Сәдуақашұлы. Қош келдіңіз. Біздің жаңағы ұсынысымызды қабыл алып, уақытыңызды бөліп, алтын уақытыңыздан бізге шамалап беріп жатқаныңызға көп алғысымызды білдіреміз. Сөз кезегі өзіңізде. Бауыржан, көп рахмет. Бірақ енді бір академик деген сөзді қосып қойдыңыз, енді ол енді ешкім ерте сияқты маған. Ол екінің бірі қол жете бермейтін дәреже ғой, сондықтан толықтырып қояйын дегенім ғой. Жақсы, рахмет Бауыржан. Енді мұнарада отырған Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапхана ұжымы осыны ұйымдастырып отыр екен, ашық дәрісті. Кеше ғана мен сіздердің облыс орталығы дейміз ғой, Өскемендегі Пушкин атындағы ұжыммен, ондағы осы кітап құмар адамдармен, солармен кездескен болатынбыз. Енді осы дәріс енді сіздер өздеріңіз түсініп отырсыздар. Біздің биылғы жыл өзі үлкен бір атаулы жыл болып отыр. Ол Алаш қайраткерлерінің көптеген тұлғаларының мерейтойы болып отырған сіздер біліп отырсыздар. Оның ішінде осы қозғалыстың көсемі Әлихан Бөкейханның 155 жылдығы, одан кейін мынау алғашқы магистр Жақып Ақбаевтың 145 жылдығы, мына өздеріңіз көріп отырғандай Әлімхан атамыздың 130 жылдығы, тағы атай беруге болады осылар. Яғни солардың мерейтойына арналған жыл болып отыр. Енді сіздер бастамасын көтеріп отырсыздар. Мен өте қуаныштымын сіздермен кездескеніме. Қазір біздің енді адамдар толық кіре береді деп ойлаймыз, біз үзбей жалғастыра беруімізге болады деп сіз өзіңіз рұқсат бердіңіз, Бауыржан. Солай ғой? Енді мен кешеде айттым, бүгін де айтамын, мына осы мерейтойға байланысты жалпы тарихты тұлғалар жасайды ғой. Соның ішінде мынау Алаш қозғалысының өкілдерінің орны енді біздің тарихымызда ойып тұрып орын алатын тарих бұл. Сонау 20 ғасырдың басынан бері қарайғы өмірде бүгінгі күнге дейін толықпаса азаймай өрістеп дамып келе жатқан осы аталарымыздың тарихы. Яғни оның ішінде мынау саяси қозғалыс, Алаш қозғалысының тарихы бізді ойландырмай қоймайды. Енді біздің осы бабаларымыздың мерейтойларын ылғи кейде жастар сұрап жатады, неге біз тойлаймыз деген сияқты. Мен кешеде айттым, бүгін де айтамын. Бұлардың алдында біздің парызымыз бар, көп. Олар істейтін сол кезде істеп кетті. Енді біздің ұрпақ соны әрі қарай жалғастыру істерін. Егер мүмкін болса, мен сіздерден енді өтінішім болып тұр, мынау эфирде видеоларыңызды қосып қойсаңыздар, енді микрофонды өшіріп тастап, өйткені біз енді оқытушы негізгі қызмет атқарғанда студенттерімізден осыны талап ететінбіз. Өйткені ол дұрыс деп ойлаймын бір жағынан. Сондықтан енді екінші бір тұжырым тағы да бар бұны. Енді осылар туралы тұжырымды біз әрі қарай дамыта беру. Яғни кеңейте беру. Олар туралы ізденіс, зерттеулерді жалғастыру. Екінші бір осы кісілердің өмірбаянын зерттеп отырып, мерейтойларда солар туралы құжаттық документтерді, монографияларды шыға берсек, бұл өте жақсы болар еді деген ой ғой енді. Үшіншіден енді тағы да бір алаштықтарға, олардың көпшілігі Сталиндік тоталитарлық режимде құрбан болды, сол саясаттың, сол жүйенің. Сондықтан олардың ақтап бір жолата, оларға дұға бағыштап, жылда еске алып, яғни бір күндік іс болмай, былтыр осы 2020 жылы екінші президент Қасым-Жомарт Тоқаев былай деп еді, яғни 31 мамырдағы, яғни біз әлі толық сол кездердегі
алаш қайраткерлерін, қуғын сүргінге ұшыраған азаматтарды әлі ақтай алмай жүрміз. Соған арналған комиссия жасалу керек деп. Бүгінгі күнде енді сіздер білесіздер, жерлерде осыған арналған комиссиялар жасалып жұмыс істеп жатыр. Енді тағы бір ісіміз, бүгін істеген жұмысымыз енді келешек ұрпаққа бұл мұрындық болып, жаңа шараларға бір бастама болып кетереді деген ой ғой енді осындай істерді. Енді менің өзім енді осы Әлімхан Ермековті біршама зерттегеннен кейін, енді сіздер шақырғаннан кейін өзім парыз деп есептеп мен шығып отырмын сіздерге. Ендігі бір айтатыным, бұл кісінің өмірін зерттегенде бірнеше өзімнің мақалаларым, әрине монографиялар жарияланған болатын. Соның бірі мынарада соңғы шыққан Әлімхан Ермеков тұлға тағылымы сіздердің кітапханаларыңа мен жіберген сияқты болған, жоғарғы оқу орындарында бар сіздердің. Сондықтан енді мен осы кітап жайында да айта кетіп керек. Яғни бұл кісінің соны 2011 жылдардан бастап бірнеше баспадан өткен осы ізденістің нәтижесінде монографиялар шықты. Соның соңғысы Әлімхан Ермеков тұлға тағылымы деп аталады. Нарада қара түсті болғанымен, бұл арада ең сыртында бір үлкен идея жатыр. Бұл арада өзінің қолымен Әлімхан Ермеков 20-шы жылдары мынау қазақ шекарасының қалыптастырудағы мәселелер туралы 66-69 жылдары, 70 жыл қайтыс болған, сол өлер алдына дейінгі өзінің естеліктерін жазған екен. Сондан бір соның қолжазбаларынан бір үлгілер қалдырдым осы араға, әдейі көрсін деп. Яғни бүгінгі күнде бүкіл республиканың библиотекаларына таратып, сол жүрміз енді. Аздаған экземпляр қалды. Болашақта бұларды тағы да материалдармен толықтырып шығару енді ойымызда бар ондай. Енді жалпы бұл кісінің шыққан жері өзі Семей облысы, өздеріңіздің Қарқаралы уезі, сол кездерде сол Семейге кірген. Темірші болысында мынау Ақтоғай деген жер бар, қазір Қызыларай мекенінде. Үшқараның бері бөріктасы деген жер бар. Осы Үшқара деп отырғаны мынау Әбеудің ұрпақтарына арналса керек. Бүгінгі күнде сол жерде болып қалсаңыз, яғни неге Үшқараның бөріктасы десе, бұлар Қара руынан шыққан. Яғни Әбеудің ұрпақтары, көріп отырсыздар, Әмірхан, Әлімхан, Әлихан, одан кейін 2 қыз болған. Міне осы Әлімхан туралы. Бұл кісілердің, Әбеудің ұрпақтарының бір кереметтігі, болашақта бәрі ғалым, мынау қоғам қайраткерлері, сондай іскер азаматтар болып өсті. Соның ішінде Әлімханға жеке тоқталайық біз. Жалпы Әлімхан Ермековке айтқанда, мен өзім зерттеу барысында, персоналистикада бір өзінің әдісі бар. Оның қарағанда жан-жақты қарастыру мәселесі көтеріледі ылғида. Біз 4 бағытта қарастырамыз ылғида. Енді оның бірінші қоғамдық саяси қайраткерлігі, яғни бұл сіздер білесіздер, кезінде мынау 8 жасында Қарағанды, сол өздеріңіздің Семей облысының Қарқаралы уезіне барып, 2 сатылы реалды училищеде оқып, 6 жыл сонда оқығаннан кейін 1905-12 жылы Семей қаласындағы ерлер гимназиясына оқуға түсіп, кейін 12 жылы мынау Том қаласындағы институтқа барды, Тау-Кен институтына. Бірақ енді Тау-Кен институтын бітірді, 21 жылы қайтадан барып 23 жылы бітірді. Ұзақ оқыды. Неге дейсіз ғой? Онда мынау саяси оқиғалардың кірігуі және соған араласуы болды бұл кісінің. 17 жылы ең соңғы курсында оқып жүргенде ол кісі тастауға тура келді. Өйткені Әлихан Бөкейханның ұрандарымен қазақ даласында бірінші біз мынау қазақ мүддесін көздейтін үкімет құрып, мынау алаш қозғалысына қатысу мәселесі көрді. Жерлердегі биліктерге араласу мәселесі көтерілді. Сонда бұның кісінің саяси қоғамдық қайраткерлігі байқала бастады. Ал енді бұл кісінің саяси қоғам қайраткерлігін 2 бөліп қарастыруға болады тағы да. Яғни 19 жылға дейінгі аралықта, онда мынау алаш қайраткерлігі, одан кейін 19 декабрь айында бұл кісі сіздер осы тұрған жер Семей губревкомының құрамына кіреді. Сондағы қызметін екінші бір кезең деп атап қарауға болады. Одан кейін бұл кісінің тағы бір қарастыратын дүниесі, бұл кісінің мынау оқу ағарту істерімен, ғалым, ұстаздық, ағартушылық қызметін айтуға болады. Яғни бұнда бұл кісі өздеріңіз білесіздер, 1920 жылдары мынау шекараны анықтағаннан кейін саяси билікке араластыруды большевиктер бұларды тоқтата бастады. Біртіндеп аластатты. Сол кездерде Әлихан Бөкейханның ұрандарымен, солардың кеңесімен бұл кісілер
мынау мәдениет саласына қарай кетуге мәжбүр болды. Сол кездерде бұл кісі Қарқаралы уезінде бірнеше мектептер ашты, педтехникум ашты. Мынау Сібір қалаларынан қаншама ұстаздарды, белгілі білікті мамандарды шақырды. Енді ол кездерде білікті мамандар әрине аз, сондықтан өзінің оқыған жері Томнан, Омбыдан, мынау Семей қаласынан белгілі білікті мамандарды Қарқаралы төңірегіне жинады. Соның педтехникум бүгінгі дейін бар, мынау Саран қаласы бар, сол жерде педтехникум бүгінгі күнде колледж болып есептелінеді. Сол кісі іргетасын қалап кеткен. Кейін бұл кісі мынау оқу ағарту саласында Ташкент, мынау Алматы, мынау өзіміздің басқа қалалардағы жоғарғы оқу орындарында істегені. Яғни бұл сол жерде профессор атағын алды. Мысалы 35-ші жылы сіздер білесіздер, Тау-Кен институты осы Қазақстанда ашылғанда бұл кісінің қуанғаны жөнінде сол кісінің өз естеліктері сақталыпты. Яғни қазақ балалар енді басқа жерге Тау-Кен институтына бармайды. Енді Қазақстанның өзінің ішінде мамандар дайындайтын жоғарғы оқу орны бар деп қуанып, сонда өзі қызметке тұрады. Сол жерде тіпті декан болады. Яғни кейін мынау Куйбышевте, мынау Шымкент қаласында жұмыс істеген біз білеміз. Әрине, ең бір аяныштысы осы кісінің тағдырын оқығанда. Осы оқу ағарту, ғалымдық, ұстаздық жұмысында өте бөгет болып жасағаны бұл сол кездегі сталиндік қуғын-сүргін үлкен рөл атқарды. Егер тарихта ол кісінің өмірін қарасаңыздар, 1891 жылы туып, 1970 жылы қайтыс болған. 79-дан 80 жасына келер кезде. Қарағандыда жерленген бұл кісі. Мынау Михайловка мәйіті бар, сонда жерленген. Бүгінгі күнде халықтар тәу етіп, соған барып, басында дұға бағыштап, Құран оқып отыр. Одан кейінгі бір үлкен қызметі бұл кісі ұйымдастырушылық қызметін айтпай кетуге болмайды енді. Ұйымдастырушылық қызметі бұл кісінің мынау жоғарғы оқу орындарын ашуда үлкен үлес қосты. Тағы бір саласы Әлімхан Ермековтің мынау оқу ағарту саласында жұмыс істеп, бұл кісі оқу әдістемелік құралдарды жазуы. Енді ол кездерде жаңа ашылған жоғарғы оқу орындарында, орта мектептерде оқулықтар жетіспеді. Сол кездерде біздің қазақ зиялылар енді боса болмаса саяси қызметтен аластатылғаннан кейін осы мәдениет саласы, оқу ағарту саласына барғанда біреулер географияны жазып жатты, біреу математиканы. Ал енді Әлімхан Ермеков мынау жоғарғы оқу орындарынан алған математика курстарын жазды. Мына арада тұр міне, ұлы математика курсы дейді, курс высшей математики. Бұл латын қарпімен жазылған. 35-ші жылы 2 кітап болып басылуға тиісті. Бірінші кітапты ол кісі басып шығарды. Сол заманда 10.000 дана болып жоғарғы оқу орындарына берілді. Соны пайдаланды. Ең қызығы 38-ші жылы бұл кісі екінші рет тұтқындалғанда, мынау НКВД-ның адамдары келгенде, екінші томды мынау ұлы математика курсының конфискация тәркілеген кезде кейіннен табылмай кетті. Бүгінгі күнге дейін біз оны таба алмаймыз. Жоқ бір жерде. Ал енді мынау ұлы математика курсы өте аз экземплярда қалған екен. Біз мынау Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті болған. Бүгінгі күнде техникалық университет мемлекеттік емес. Сонда мынау Нұрсағат Әділбеков, сосын мынау Казму дейміз, анау мемлекеттік Әл-Фараби атындағы. Осы университеттерде бұл кісінікі Біләловтың басқаруымен қайтадан басып шықты. Бүгінгі күнде жоғарғы оқу орындары пайдаланып жүр бұны. Сонымен бірге мынау сөздіктер, мынау терминдер дейміз, детерминанттар теориясы негіздері деген математика курсына арналған. Осындай 4-5 кітаптың авторы бұл кісі енді. Мен қарап отырсам, кейбіреулері қазір мұражайларда, осы Қарағандының мұражайларында мен көрдім, осы кітаптар сақталған екен. Негізгі нұсқасы. Енді қайтадан басылып, бүгінгі күнде жоғарғы оқу орнындағы математика саласындағы мамандардың басшылығымен қайтадан жарық көрді. Яғни бұл кісінің еңбегінің далаға кетпегенін байқаймыз ғой енді бұдан. Енді жалпы мен бұл кісінің өмірін айтқанда, әрине мынау сталиндік қуғын-сүргін жылдарында еске алып, бұл кісінің тағдыры екі заманды көрсететін тағдыр екенін айтқым келеді. Яғни бұл 17-ші жылға дейінгі, одан кейін 17-ші жылдан кейінгі. Сол екі ортада да бұл кісінікі сондай бір керемет жақсы болды деп айта алмаймыз. Яғни
біз қуғын сүргін жылдарында бұл кісінің негізгі қуғын сүргінге ұшырағанын 25 жылға мен өзім айтамын. 25 жыл болды деп. Неге? Оның 18 жылдай астамы түрмелерде өтті, одан кейін кейбір жерлерде былай түрмеден шыққанда ол кісіге белгілі бір қалаларда ғана өмір сүруге рұқсат берді. Бұл да яғни шектеу, яғни сталиндік. Сондықтан 25 жыл. Енді қарап отырсаңыздар, соған қарамай бұл кісінің мынау педагогикалық қызметпен айналысуы, бұл кісінің ғылыммен айналысуы өте таңғалдырады адамдарды. Яғни енді мен ылғи айтамын ғой, бүгінгі күнде осындай ауыртпалық түскен адам басын көтере ала ма екінші рет? А бұл кісі сол кездерде басын тек қана көтермей, сонымен бірге профессор атағын алып, мынау кеңестік жүйедегі соны тіркейтін комитеттердің мойындауы, яғни білесіздер. Бір өкініштісі кейін бұл кісі 55 жылдар толық ақталып келгеннен кейін Қарағанды мемлекеттік университетін, жаңа техникалық университетіне барады. Сағинов деген ректор ол кісіні жұмысқа алады. Керемет, қорықпай, сол заманда енді қорықпай, ол кісіні жаңа ғана тұтқыннан шыққан адамды жұмысқа алудың өзі ерлік қой. Ол кісі қолдау көрсетеді үлкен, Сағинов. Одан ол кісі мынау профессорлық атағын, доценттік атағын алу үшін мынау жоғарғы билікке хат жазғандары бүгінгі күнде документтер сақталған. Мынау Қарағанды техникалық университетінің архивінде, облыстық архивте бұлар өте көп сақталған, өте қызық. Яғни ол кісі Хрущевқа жазған, Ташеновке жазған хаттары бар бүгінгі күнде. Жалпы құжаттарға келсек, бүгінгі күнде мен осы мынау кейін шығарған осы кітабымда бұл кісінің қай жерде қандай документтерін жатқанын мен сіздерге айтар едім. Мынау әсіресе өте жақсы қорлардың біреуі осы сіздердің архивтерің деп есептеймін. Өйткені мен сіздердің архивтеріңізде, облыстық архивте жұмыс істедім. Сонда мынау Шығыс Қазақстан облысының жаңа тарих құжаттар жинағы деген архив бар ғой сіздерде. Сонда өте керемет бай құжаттардың Әлімхан Ермековпен және де мынау сол кездердегі Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әубезов, мынау Тұрғанбаев, Ғаббасов туралы керемет мәліметтер сақталған сіздерде. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, солардан құжаттар алып, өздеріңіздің қорларыңызды байытуға болады. Керемет енді. Жалпы мынау 72-ші қор айтайын сіздерге. 48-ші қор, 37-ші қор деп жазып алыңыздар, егер керек болса. Осы құжаттар өте керемет бай дүниелерден тұрады. Мысалы 44-ші қор жұмысшы, шаруа, қызыл әскер депутаттар кеңесінің қоры. Ал енді мынау уақытша үкіметте деседі ғой бұл кісі. Уақытша үкіметінің қоры бұл 48-ші қор. Әсіресе қызықты мынау 72-ші Семей губерниялық ревком комитетінің қоры сіздерде сақталған. Мен сіздерге әдейі айтып отырмын. Яғни Семей қаласында тұрасыздар, осы жердегі қор, біз кейде аспандағын іздейміз ғой, қолымыздағы мынау алтынды бағаламай. Сондықтан сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға осы архивті де ұмытпаңыздаршы. Егер сіздер өздеріңіз бірігіп сондағы құжаттарды том-том қып шығарып, құжаттық жинақ деп жариялап жатсаңыздар, сіздердің еңбектеріңіздің нұр үстіне нұр болар еді деген ой ғой менің сіздерге ақыл кеңесім. Сонымен бірге бұл кісінің құжаттары, жинақтары, мысалы мен өзім зерттеген кездерде әрине Алматының мынау ұлттық архивін, сосын мынау президент архиві деген бар, Қазақстан Республикасының президент архиві. Ондағы 140-40-шы қор, мынау елбасының, сосын 811-ші қор дегендер бар. Осыларды қарасаңыздар, тамаша құжаттар табылады. Әрине бұл арада бұл кісінің көптеген мынау көз алдыңызда тұрған қуғын сүргін жылдарындағы қорлар, бұлар документтер, бұлар қазіргі сіздер білесіздер ғой, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Солардың қорларында бұлай том-том болып жиналып жатыр. Яғни бұл Қазақстан Республикасының мынау ұлттық қауіпсіздік комитеті. Яғни ондағы қорлар, енді мен олардың іс қағаздарының номерлерін де білем, егер керек қылсаңыздар, оны айтуға болады. Яғни егер, бірақ енді оған допуск керек қой, білесіздер оған ресми құжаттарға бару үшін, ол үшін кәдімгідей рұқсат қағаздар керек. Сонымен бірге мен жұмыс істедім, осы кісінің еңбегін зерттеп жүріп, мынау Қарағанды
ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментте, облыстық департаментте сонда істедім. Онда мынау атақты Имам Әлімбековтің ісі бар ғой, сіздерде жұмыс істеген кезінде. Мынау Сарыарқа газеті деген болған 17-18 жылдары, білесіз шығарсыздар. Сол Сарыарқа газетінде редактор болған, сосын онда көптеген мынау Әлімхан Ермековке байланысты құжаттар сақталған. Яғни мынау сол кездердегі уақытша үкіметінің газеттері, одан кейін мынау Сарыарқа газетінде Әлімхан Ермеков бірнеше өзінің мақалаларын жариялаған. Мынау жасасын, Алаш жасасын деген мақаласын сіздер атақты білесіздер ғой Әлімхан Ермековтың. Яғни ол Сарыарқа газетінде кезінде жарияланып, мынау 1917 жылы екінші жалпы қазақ съезі өтіп жатып, 12-ші күні мынау ұлттық кеңес құрылды ғой, Алашорда үкіметі құрылды. Сол Алашорда үкіметін құрғанда осы қуанып, қазақ бөркін аспанға лақтырды. Яғни бүгін біздің ұлттық өзіміздің армандаған үкіметіміз өмірге келді деп, соны жар салып әлемге, яғни енді біздің міндетіміз соны мойындату сияқты өздерінің сөзін қозғайды. Анау оны қолдап Торайғыровтың өзінің өлеңдер жинақ осында жарияланды. Енді сіздер, мен оны ойлаймын, сіздер одан хабардарсыздар деп. Енді бір үлкен жұмыстардың біреуі осы құжаттарды алып отырып, мен құжаттарын осы кісіге арналған 3 кезеңге бөліп тастап қарап тексеріп едім, зерттеп едім кезінде. Бұл мұрағат қорлары жаңағы аталған, одан кейін жеке істер, мынау сол кездегі интеллигенция өкілдерінің сіздерде сақталған көп құжаттар жаңағы айтылған. Газеттер қоры. Енді газеттер қоры дегенде Қазақ газеті, Айқар журналы, тағы басқа журналдарды біз айта береміз бұл арада. Енді менің ойымша сіздерге бұл арада өте қызықты тақырыптардың біреуі бұл мынау шекараға байланысты деп ойлаймын. Шекараға байланысты, яғни қалай Әлімхан Ермековтің, әрине бұған байланысты өте керемет құжаттар сақталғаны сіздердің құжаттарыңызда, осы жинақтарыңызда, осы Семейдің. Одан кейін Омбы, Орынбор, Мәскеу қаласындағы құжаттар. Енді Мәскеу бұл кездерде уже сол болашақ КСРО-ның астанасы болып, орталығы болып берген. Онда Ресей орталық атқару комитетінің архивтер құжаты, одан кейін мына халық комиссарлар кеңесі сол кездердегі. Осы құжаттарды қарасаңыздар өте жақсы. Мен бұл арада айтар едім, біз кейде сол Мәскеудің архивіне жүгіреміз, ал енді мынау Қазақстанның өзінің ұлттық архивіндегі құжаттарды ұмытып кетеміз. 5-ші Ревкомның архиві бар неде, Алматыда. Осы архивті қарасаңыздар, керемет тамаша құнды дүниелерді ала аласыздар. Мен сіздерге онда өзім ұсынамын енді. Енді бұл кісінің енді мен айтар едім, енді сіздерге мынарада қарап отырып, тағы да мынаны көрсеткім келеді сіздерге. 1920 жылы мынау маусым айында, маусымның енді 10-шы шілде айларында осы жерлерде, мынау неде, Қазақстанда 1920 жылы қырғыз, 19 жылы кешіріңіз, 19 жылы 13 шілдеде Қырревком дейміз, мынау Қазревком, яғни ол кездерде қырғыз дейді, білесіздер, қырғыз, мынау қазақ деген сөзді біз 25 жылы зор қалдық қой. Қырревком құрылады, онда сол Қырревкомның төрағасы болып Песковский сайланады. Енді Песковский деген мынау алып қашты әңгімені біздер жақсы көреміз, қазақ халқы, оның ішінде сенеміз оған. Сол Песковскийді қазақтың 300-нің өкілдері, оның ішінде интеллигенция сұрап алды деген сияқты сөздер шығады. Бұл өтірік. Яғни сол заманда ақ мынандай бір нені айтамыз біз. Мынау бізді аумақтық өңір ретінде қабылдағысы келді. Мынау Ресей мемлекеті, яғни өзі мынау азамат соғысынан кейін жеңгеннен кейін мынау автономия мәселесіне келгенде күдікпен қарады. Кейбір өзіміздің ішіндегі мынау басшылардың өздері автономия құру ерте, мынау басқалар құсап автономия құруға болмайды, тек аумақтық принцип бойынша бұл жер басқарылатын болады деген сияқты мынау Песковскийдің өзі солқылдақтық мінез көрсеткені белгілі. Сафаров деген түрік комиссияның өкілі болған. Ол кісі айтады, анау автономия құруға қазақ жері әлі
шамасы келмейді, оған маман да жоқ, оған жағдай да жоқ деп айтады. Ана Орынборда отырып Жетісу, Сырдарияны басқарам деген бұл тек арман ғана деп сияқты сөздерін айтады. Енді бұның бәрін неге айтып отырмын? Яғни 1917 жылы екінші жалпы қазақ съезі болғанын мен жаңа айттым жоғарыда. Жалпы 20 ғасырда біз анау зерттеушілер бар ғой, біздің білікті зерттеушілеріміз бар. Мәмбет Қойгелдиев ағаларымыз бұрын болды, өте жақсы Манаш Қозыбаев, өзі кезінде сол кісілерден мен көп дәріс алып, ол кісілердің қазірге дейінгі дәрістерін тыңдап жүрміз. Сол кісілер айтады, 20 ғасырдағы және де мынау Патша заманындағы билік бұл легитимді емес. Я бізде айтамыз, легитимді емес деген сөз заңсыз мемлекет құру болды ол. Мынау 20 жылғы кеңестік жүйе, одан кейін патша заманында, өйткені қазақ халқы оны ешқашан қолдап, референдум өтіп, бір сайлау жасырын немесе ашық сайлау болған емес. Ал енді екінші жалпы қазақ съезіне көрейікші, 5 пен 13 желтоқсан айында өткен Орынбордағы съезде. Оған бүкіл жерлерден саналы түрде қазақ халқы өзінің өкілдерін сайлады. Мысалы, болыстық съезд болды, уездік съезд болды, облыстық съезд, одан кейін жалпы қазақ съезге депутаттар болып келді. Және де ондағы қарастырылған мәселені көріңізші, территорияны. Яғни олар өздерінің территориясын бекітті, өзінің автономия, ұлттық автономия ретінде болатындығын жариялады. 14 мәселе қабылдады. Енді оны бәрін бұл арада айтып отыру уақытта жетпейді. Ең бастысы мен территория мәселесін айтайын. Сонда бүкіл Қазақстанның жері кіреді. Яғни облыстардың, онымен бірге Сырдария, Жетісу, мынау Алтай өңірі, мынау Бөкей ордасының бәрі кірген онда, заңды түрде. Ал енді 20 жылы мынау қазақ ревкомы құрылып өзінің 14 айлық жұмысында мынандай мәселелерді алға қойды. Бірінші, құрылтай съезіне дайындалу, екінші, болашақ қырғыз қазақ автономиясының республикасын құру жобасын дайындалу, сосын территориясын, шекарасын анықтау болды. Сонда қарап отырсаңыздар, дейді, біз дейді көрші елдермен, көрші құрылған жерлермен келісе отырып, біздің осы ревкомның құрамына Орал, Торғай, Ақмола, Семей жерін кіретіндігін айтады. Байқап отырсаңыздар, бұл жерде Сырдария жоқ, Жетісу жоқ, мынау Бөкей ордасы жоқ, Алтай өңірі жоқ, көптеген жерлердің бәрін кесіп тастап отыр. Енді қараңыздар, мен жаңа айттым, 10 шілдеде Қазревком құрылды, ал енді қарада бір ай өткеннен кейін 17 тамыз күні Сібіревком құрылды, Сібір ревкомы құрылды. Яғни бірінші Қырғыз ревкомы құрылады, одан кейін Сібір ревкомы құрылады. Сібір ревкомы құрылғаннан кейін оның орталығы Омбы, яғни олар өздерінің территориясын анықтай бастады. Олар бірден Ақмола өңірін, Семей өңірін, мынау Челябі өңірі өзіне Қостанайды, Батыс өңірі Астрахан губерниясына автоматически кетіп қалды. Алтай болса болмаса. Ал оңтүстікте Түркістан кеңестік автономиясы болған бұл кездерде. Кезінде білесіздер, бұл жерде Мұстафа Шоқайлар мынау Қоқан автономиясын құрамыз деп құрғанда 2 айдай өмір сүрді де, оның орнына кеңестік билік құрған. Енді оның құрамындағы билік басында отырғандар Сырдария мен Жетісу жерін қосып алды. Міне өстіп Қазақстанның жері кәдімгідей үлкен ойылып тұрып не істеді? Басқа территорияларға кірді. Енді көп ұзамай жаңағы мынандай бір оқиға болды осында. 27 тамыз күні кәдімгідей бүкіл одақтық атқару комитеті Мәскеуде шешім қабылдады. Яғни мынау Челябі губерниясына Қостанайды беру туралы. Бұл кәдімгідей жаңа ғана құрылып келе жатқан Қырревкомның ашу ызасын тудырды. Оның құрамында Байтұрсынов болады. Уже Байтұрсынов кірген. Байтұрсынов кәдімгідей бұл жазылған шешімге ашық түрде наразылығын білдірді. Яғни бұл наразылық ақырында Қазақстан ревкомының, қазақ ревкомының пайдасына шешілді. Бұл бірінші жеңіс еді. Ең бірінші жеңіс, яғни қазақ жерінің осы Қостанай өңірін қайтарып алу, яғни көп нәрсеге үйретті біздің болашақ мынау қырғыз автономиясының құрушыларға. Қазақ автономиясы ғой, енді ол кезде мен қырғыз деп отырғаным жаңағы сол кезде қырғыз деген атаудың берілуіне байланысты. Енді көп ұзамай Қазақстанның басқа жерлерін мойындату керек еді. Енді осыған байланысты міне жаңа ғана декабрь айында
мынау Семей губерниясы ревкомның құрамына кірген Ермеков кәдімгідей жұмысқа тартылды. Бұлар енді Алашордада болған, әрине сенімсіздік білдіріп жатқан жағдайларда болды. Мен сонда таңғалатынымын, жаңағы 72-ші қорда жұмыс істедім сіздердің Семейдегі. Сонда қайта-қайта бұл кісінің кандидатурасын алып тастағанын байқаймын. Яғни неге? Өйткені бұл кісі Алашордада жұмыс істеді ғой. Сонда сенімсіздік білдіргенін байқадыңыз. Әйтеуір көп ұзамай, мынау 20-шы жылы уже ақпан, март айларында бұл кісіні Орынборға кәдімгідей шақыра бастады. Бұл кісі Жолшыбай Омбыда соқты. Омбыда қазақ өлкесінің жағдайы, мынау жер мәселесі, сонымен бірге Ақмола мен Семейді қайтадан қыр ревкомға қайтару мәселесін көтерді. Осы да баяндама кәдімгідей Орынборда да талқыланды. Мәскеуге 4 ай жұмысқа барды бұл кісі. Сол кездерде мынау ревкомның құрамындағы өкілдермен бірге. Песковский өзі естелік жазған бұл кісі. 66-шы жылдардан бастап естеліктің өзін бұл кісі жазғысы келмеген. Мәскеудегі Ленинмен кездескен, мынау орталық комитеттегі жұмыстарын, халық комиссиялар кеңесіндегі отырыстардың бәрін айтып жазу керек деп, сол кездегі ол кісіге мынау ұсынған және де өтініш білдірген ұлы тұлғалар бар біздің. Солардың арасында Бектұров деген азамат, біздің анау ақсақал жазушы. Сосын мынау кім? Бектұров, мынау кім еді? Юрий Попов, Балғабаев деген. Сосын міне осылардың ойымен кәдімгідей бұл кісі жаза бастады. Сонда жазады бұл кісі. Сонда Мәскеуге барған адамдардың ішінде Сәкен Сейфуллиннің болған, Песковскийдің, мынау Досмұхамедовтердің болғандарын жазады. Яғни кейбір кездерде бізде шатысу болады, Әлихан Бөкейханов. Жоқ, Әлихан Бөкейханов бұл кісі сол кездерде Мәскеуде болды деп, анау Сұлтанхан замандасымыз айтады ғой. Сонда айтып отырған. Ең бастысы, мен мынаны айтамын. Өзінің баяндамаларында бұл кісі Бөкейханның, Байтұрсыновтың, Сералиннің ой пікірлерін міндетті түрде көрсетіп отырды. Бұл кісі үлкен сабақ алды сол кісілерден. Жалпы шекара мәселесін қозғау бұл Бөкейхан негізгі рөл атқарады. 1910 жылдардан Жүсіп Сұлтанхан осы туралы не істейді, өзінің еңбектерінде жазады. Сондықтан бұл кісінің еңбектерінде, жаңағы өзінің баяндамаларында, Мәскеуде, Орынборда, Омбыда оқыған баяндамаларында жаңа айтып отырдым, Бөкейхан, Байтұрсынов, Сералиндердің еңбектері өте тығыз байландырып ұштастырды бұл кісі солармен. Енді кейін енді август айындағы, тамыз айындағы отырыстарда орталық атқару комитеті, сосын ресейлік халық комиссиялар кеңесінде 12, 14, 16, 24 соңғы отырыстарда осы Әлімхан Ермеков баяндама жасап, яғни қазақ жеріне қандай жерлерді кіретін деген ойлар қабылданды. Ленин оны бастап қолдады, кейін Ленин мен Калинин қойған документ өмірге келді. Біз білеміз, 1920 жылы бұл жаңағы 26 тамыз күні осы жарлық шықты. Кейін бұл бүкіл қазақтық кеңестік құрылтай съезі болды, қазан айында. Сонда жарияланды, өстіп қазақ қырғыз территориясы өмірге келді. Мен мынаны айтқым келеді, құрметті тыңдаушылар. Ол кездегі шекара, егер қарасаңыздар, әкімшілік шекара болды. Міне бүгінгі күндегі біздің, байқайсыздар ғой, біздің территориямыз. Ал енді 20-шы жылдардағы шекара мынандай еді. Яғни ол жардағы Әлімхан Ермеков, тағы Байтұрсынов бастаған, Меңдешев бастаған зиялылардың арқасында келген осы шекара үлкен болды сол заманы. Бұл сол замандағы әкімшілік территория болды. Ал біз 1991 жылы егемендік алдық қой. Тұңғыш президентіміз елбасы осы 91 жылдан бастап, айтайық, 2009 жылға дейін осы шекараларды заңдастыруда үлкен ерлік жасап, еңбек жасап, заңды түрде шекараға айналды. Бүгінгі күнде халықаралық деңгейдегі шекара мойындалған шекара бүгінгі күнде. Яғни Ресей арасындағы, біз айтамыз ғой, 14 мыңнан астам километрге созылған шекарамыз бүгінгі күнде заңдастырылған, халықаралық деңгейде мойындалған. Яғни заңды шекара дейміз. Ал енді Әлімхан Ермеков заманындағы шекара, мынау 20-шы жылдарда, бұл әкімшілік аймақтық, аумақтық шекара болды. Осыны ұмытпауымыз керек. Совет өкіметінің тұсында жалпы заңды шекара дегенде олар қоймаған.
әкімшілік шекаралар болған. Мысалы, бір облыстан бір облысқа, бір республикадан екінші республика қалай кіріп кеткеніңізді де байқамай қаласыз ол заманда. Міне, осындайды ұмытпауымыз керек біз. Жалпы қазақ шекарасын мемлекет басында отырған кеңестік билеуші топ үнемі өзгертіп отыруға тырысқан. Міне, сіздер қазір көріңіздерші, міне мынау 20-шы жылдардағы қоса салған жерлер Ресейге. Ал енді қараңыздаршы, арада тағы да бір уақыт өткенде 60-шы жылдары мынау Жұмабек Тәшенов деген ағамыз бар. Мынау тың игеру кезі білесіздер, 54-62 жылдары болды. Сол кездерде мынау Хрущев өзінің волюнтаристік саясатымен тың айған жерлерді игереміз деген, игеруге арналған жерлерді Ресейге қоса салғысы келді. Білесіздер, 5 облыс кете жолдады. Сонда Тәшенов жаңағы Әлімхан Ермековтей қорғап қалды. Уәж айтып, дәлел айтып, яғни халықаралық сотқа айтып, оны соттасатындығын білдірген осы тұлға қорықпай сол кезде билікке қарсы шыққан. Бұл Жұмабек Тәшенов еді. Яғни мынау Маңғыстаудың Түркменстанға, мақта өсіретін өңірлердің Өзбекстанға жерін өтуіне аман алып қалған осы кісілер. Енді біздің міндетіміз бүгін осылардың еңбектерін бағалап, болашақ ұрпаққа жеткізу ғой, басты мақсатымыз. Міне осы менің қысқаша айтайын деген, мен сіздер жаңа 30 минут дегеннен кейін мен асығып айтып жатқандарым ғой. Мынарада газеттер бар. Қандай газеттерде жұмыс істеген ол кісінің. Свободная речь, ол кісілердің еңбектерінің көп. Қазақ газеті, Сарыарқа, Уран, Дело, Свободная речь. Осындай социалистік Қазақстанды неге алып отыр? 32-ші жылы бұл кісі сотталды ғой, 30-ші жылдары. Сонда бұл кісі Мұхтар Әуезовпен бірге ашық хат жазып, босап шықты. Кейін өкінішке орай 38-ші жылы қайтадан тұтқындалды. Міне, осы социалистік Қазақстанда ол кісінің өзінің кінәсін мойындап, ашық хат жариялағаны белгілі, Мұхтар Әуезов екеуі. Оны сіздер білесіздер. Енді қараңыздар, міне арада Ленинмен сол кездегі мемлекеттік деңгейде сөйлесіп, осы қазақ шекарасын тұтастығын сақтағанда 29 жаста екен. Мынау Мәскеуде түскен суреті. Бәр жерде осыны байқайсыздар, 29 жаста, ылғи көресіздер осыны. Яғни, енді қарап отырсаңыздар, мынарада ол кісінің ұрпағы, ұрпақтары бар. Мынарада өзі тұр сол кездердегі Әлімхан Ермеков. Одан кейін мынау Рақия, ол кісінің жолдасы Бибі Рақия дейді. Бұл кісі Томда қаласында танысқан алғашқы қазақтың дәрігері дейді. Білесіздер, бұл кісі де үлкен оқыған азаматша, 1960 жылы қайтыс болған, бірге жерленген жаңа Қарағанды жерінде Михайловка зиратында, егер бара қалсаңыздар тау етіп баруға болады, білесіздер. Одан кейін бұл кісінің де мынау Рақияның ағалары, олардың яғни туыстары өте үлкен қызмет атқарған азаматтар бұл кісілер. Соның ішінде мынау мен білетін Ғарифолла деген азамат, бұл кісі Колчакқа қызмет етіп, портфельсіз министр атағын алған адам екен. Енді нарада отырған Мағауия, Раушан деген балалары, 2 бала тарайды. Раушан қызы кезінде мынау Бакуда тұрды көп жылдар. Сосын мынау Мағауия. Мағауия енді қазір сізге үлкейгендегі түрін көрсетейін. Міне көрдіңіздер. Бұл кісі керемет, үлкен, ғажап тұлға бұл кісі. Бұл кісі геология, минералогия ғылымының докторы, профессор, академик алған, мен жаңа айтып жатсыз ғой, академик алған осы кісілер. Яғни, нағыз ақсүйек ұрпағы деуге болады бұл кісілерді. Яғни, мынау 2006 жылы бұл кісі қайтыс болды. Менің мынау зерттеу жұмысымда үлкен түрткі болған ағаларымның біреуі. Мынау Дүйсетай Шаймуханов деген доктор наук болды, профессор. Сол кісі маған жетекші болды. Сонда осы кісімен таныстырып, үлкен жұмыстарды біз осы кісі арқылы атқарған едік. Өте керемет тұлға. Бұл кісінің немерелері, шөберелері бар бүгінгі күнде. Міне Олег, Әділ деген екеуі де үлкен оқыған азаматтар. Міне көріп отырсыздар. Нарада қойып отырмын, Ақтоғай өңірінде қойылған ескерткіш бұл кісілерге арналған, Мынау 3 арысқа, яғни бұл Әлихан Бөкейхан, Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков. Міне биыл біреуіне 130 жыл Ермековке, Ақбаевқа 145 жыл, Әлихан Бөкейханға 155 жыл толып отыр. Ал енді сіздер өздеріңіз білесіздер, Қарқаралы сіздермен өзіміздің өңір деп айтасыздар ғой, енді қонаққа барғанда білесіздер.
Осы Қарқаралы жерінде осыдан 2 жыл бұрын осы ескерткіш орнатылды. 3 арыс қабылдарды. Яғни Ахмет Байтұрсынов бұл арада, Әлихан Бөкейхан, Әлімхан Ермеков. Яғни кәдімгідей кеңес құрып отырған сияқты болып тұр. Мына арада мынау Әлімхан Ермековке арналған сөзді менің мынау кітабымнан алып еді кезінде сұрап. Яғни міне біздің бақытымыз өткен дәуірдің ұлы тарихы деп. Одан кейін Бөкейханның сіздер білесіздер, өзінің сөзі бар, қазақ халқына арналған. Ұлтына қызмет көрсету, білімнен емес мінезден деген. Ал енді Байтұрсынұлының сөзін сіздер тағы да білесіздер. Білімді болуға оқу, бай болуға кәсіп, күшті болуға бірлік керек деген. Яғни бұл кісілерден қалған осындай афоризмдер бүгінгі біздің қазақ халқының болашағын көрсететін дүние ғой. Міне осы сіздерге айтатын. Мына арада мен тағы да бір нені көрсетейін. Міне Михайловқа жаңа айттым ғой, мейтіндегі бұл кісінің жерленген жерлері. Мына арада міне жаңағы Бибірахия жолдасы өзі мына арада тұр. Әлімхан Ермековтің өзі жерленген. Жылда бір кездерде бір қызық оқиға болды осыдан 3-4 жыл бұрын. Біздің бір мынау жақсы көреміз ғой. Бірдемені аламыз да салып жүреміз. Анау сайтқа салып жүрген ғой бір жігіттер өздері. Ой, сүйінші Әлімхан Ермековтің орны табылды, жерленген жері табылды деп. Мен сосын оған опровержение жасадым. Айналайындар, көрінген нәрседен сенсация жасамаңыздаршы. Бірінші ойланып айтсаңыздар осыны. Яғни бұл кісінің күн жылда біздер барамыз. Бұның басына тәж жасаймыз. Біз Алматыдан, осы сіздер сияқты жер-жерлерден келген қонақтарды мен талай рет апардым осы кісінің басына. Яғни сонда біз қайда барып жүргенбіз, сендер жаңа тапсаңдар деп. Осындай бір қиқар сөзді біздің кейбір жастарымыз болады, сондайдан аулақ болу керек. Ойламаған жерден бір сенсация жасайым деп жүрген жастар болады. Енді менің еңбектерім кейбіреулер енді бар, енді мынау интернеттен оқып, қарап алуыңызға болады. Мына арада бүгінгі күнде көп жұмыстар жүргізіліп жатыр ғой. Мынау Мәмбет Қойгелдиев ағамыз өте көп айтады осы алаш қайраткерлеріне арналған. Мынау кім? Аққұлұлы тамаша, сіздерде де болған шығар деп ойлаймын. Ол кісілер естеліктерін айтып, ол кісінің тарихи фактілермен жұмыстарын бүгін жүргізіп жатқанын сіздерге белгілі. Ендігі айтарым, мен сіздерге істеріңізге сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңыз алға басып, осындай қазақ зиялыларының даңқын асыра беріңіздер. Мына арада біздің бабалардың бір сөзі бар, айтатын. Ылғи айтады, бізге қалған. Жігітке бірінші білім керек дейді, екінші ғылым керек дейді, үшінші ұғым керек дейді, өткір тіл керек дейді. Осыны айта отырып, сіздерге осы төртеуі де сіздерде болсын дегім келеді.